Шақырғандарыңызға рахмет. Енді осы Қытайдың визасыз режим және Қытай қауіпі туралы бірнеше сөз айтсаңыздар деген өтініш бойынша кішкене кешігіп келдік. Мен денсаулығыма байланысты. Бірақ сонда да жаңа Нұрәділ аға айтты, ол кісінің қалған кейбір тұстарын мен толықтап кетейін. Менің санамда Қытай не үшін қауіп дегенде бірінші кезекте біз сол лагерлер мәселесі бойынша айналысқандықтан Қытай бейне қара қазан сияқты біз жұмып кетсек, оның күйесте жұғады. Біз де сол Қытайдың өзі жаңағы суға келіп тұрған тесік кеме. Біз сол кемеге жармасып жатырмыз. Яғни ең қорқыныштысы сол Қытайдың соншама халықтарды ұзақ жылдар бойы сондай құлдық заманауи технологиямен басқарып отырған құлдық қоғамдық системаны біздің Қазақстанға келіп орнатпай ма деген ең үлкен қауіп сол. Ол қалған анау жаңағы қыздарымызды әкетеді, экономикалық жақтан мындай болады дегеннің барлығы соның тармақтары деп есептеймін. Бізде үлкен системалық, үлкен жаңағы цифрлы технологиямен қазір ақырын келе жатыр ғой, білесіздер. Неше күннің алдында Бағдат Мусин деген ақпарат министрінің сұхбатында да айтты. Сонда да сол Қытаймен бірлесіп цифрлы технологиямен басқару системасын әкелеміз деп жатыр. Ол деген өте маңызды, өте қорқынышты жағдай болады. Өйткені ол кезде бүкіл бәріміз тырп ете алмай қаламыз. Цифрлы технологиямен басқару деген өйткені Шинжаңда өте үлкен жоғары деңгейде 5 жылдық практикадан өтіп қойды лагерлерде. Мысалы, күшенің бәрінде бүкіл үйдің үй бұрышына дейін қазақтардың қазақтардың үйінің жаңағы несінің бәрінде бүкіл жерде камера бар. Бізде қазір ол әрбір нелерге қойылмағанмен көшелерде де осы Қытайдың сергек камерасы бар деген сөз. Ол ақырын жайлап келе жатыр. Ал Қытайда кез келген, тіпті сіз майғой пунктіне кірсеңізде де адамдардың, мысалы 2016 жылы адамдарды тегін денсаулық тексеруден өткізді. Адамдарды біртұтас жалпы тегін денсаулық тексеруден өткізді. Сол кезде көп адамдар қуанды да, мысалы қазақтар. Өйткені ақша төлемей үкімет тегін тексеріп жатыр, ой денсаулығымыз біліп алатын болды. Әмәлиятта шындығында ол адамдарды жалпы беттік базаластыру болатын. Бүкіл денсаулығын, көз нұрын, алақанының сызықтары, дыбысы, жаңағы дыбысы, сол сияқты айту кез келген, мысалы паспортқа, шетелге паспортқа тізімдік жаңағы берсеңізде, өтініш берсеңізде сізді тура түрменің тұтқындары сияқты үш жаққа қаратып тұрып суретке түсіреді, бір кітапты оқытып дыбысыңызды жазып алады, көз жанарыңыздың нұрыңызды алады, қолыңыздың бармақтың әрбір сызықтарына дейін алады. Ол деген сөз Қытайда бүкіл Шинжаң көлемінде бүкіл адам базаға кіріп болды. Қазірдің өзінде, мынау жақында тағы айтып жатыр, бізге мынау QR код арқылы Қазақстанда да жалпыласмақшы ғой, енді жалпыласып болды, бірақ толық жалпыласқан QR код арқылы кез келген нәрсені біз бітіре береміз. Қытайда ол ерекше жалпыласып болды, яғни осы цифрлы технология арқылы бүкіл нәрсені басқарады, адамдарды контролдайды, камера арқылы бақылайды, орталық база болады. Қытайдағы мысалы, жай қарапайым қазақтың өзі бір майғой пунктіне барса, оған қазір дәстүріне керек емес. Яғни көз жанары анау камераға қаралады, одан кейін ана жерде бүкіл ақпарат шығады да, содан кейін ол май құя алады. Сондай дәрежеге жеткізіп қойды адамдарды. Ал лагерлердің өзін сол камера арқылы қандай өте жүйелі, системалы түрде, өте жоспарланған түрде өте сәтті алып шықты. Мысалы, лагерлердің системасын, басқару системасын, оның жалпы несін қалай болады, зерттеу жұмыстарыменен, мысалы, сіздерге керек мәлімет болса, оның бәрін мен бұл жерде маңыратып айтып тұрсам, уақыт көп кетеді. Біздің Карима ханым бар, және менде бар көптеген мәліметтер бар. Лагерлердің ішінде қандай жағдайлар болған, қандай құрылымдар болған, оны қалай басқарады, адамдардың руханиятын қалай ұрлайды, адамдардың өз-өзін жоғалту тәжірибесін қалай жасайды, адамдардың рухын қалай өшіреді. Сол ресми түрде жоспарланған, өте басқыш бойынша жақсы жасалған, ол жоспарланған. Өйткені сол арқылы адамдардың өзін-өзі ұмыту арқылы болашақ құлдарды тағайындау лагердің мақсаты. Құлдану, яғни жергілікті халықтар және жүйеден өзінің отарында, болашақта болатын отарында халықтардың барлығы сол құлдану деген үлкен система арқылы ақырын жылжып келе жатыр. Ол Шинжаңда қазақтардың тағдыры, ол практика және біздің алдымыздағы осы Қазақстан мемлекеті үшін Шинжаңда қазақтар құрбандық. Яғни олар құрбандық берді, практикадан өтті, Қытайдың тәжірибесінен өтті. Енді Қытай екінші жобасын алып шықты.
яғни біздің билікпен ымыраласып мына визасыз режим деген келді деген сөз, ол енді сол системасын қалай болмасын Қазақстанға жүзеге асырады. Өйткені оны асырмаса олар билігін, диктатурасын сақтап тұра алмайды деп есептеймін. Сондықтан ол цифрлы технологиямен басқару, бақылап басқару, адамның құқығын шектеу, соның өзі мынау солардың ең жақсы құралдарының бірі деп ойлаймын. Енді мен темадан кішкене ауытқып кеткен сияқтымын. Лагерлер туралы және ондағы құлдық зауыттар туралы көптеген мәліметтерді менің телефоным бар, керек болса жазып алыңыздар, Карима ханым жазып алыңыздар. Сол туралы арнайы осы Қазақстан халқына қалай түсіндіреміз, қалай жеткіземіз деп біз шырпыр болып жүрміз. Бұнымен арнайы айналысатын зерттеу орталықтары жоқ бізде. Мысалы Қытай таным институты деп қойды, онда мүлдем бұлар туралы тілге де алынбайды, айтылмайды. Наоборот, біз осы мәселені көтеріп жүргендеріміз өзі көп жерде біз жеккөрінішті болып жүреміз. Айтылмайды да салғырт қалады. Сондықтан барлықтарыңызды сол бірлесуге, бірге күресуге шақырам. Енді визасыз режим жайлы келейік. Мынау Қытайлардан келетін қауіптің бірінші не үшін қауіпті болатынын білмес бұрын біз алдымен Қытайдың өзінің қоғамында кішкене бір қоғамындағы адамдар туралы кішкене бір зерттеу жасайтын болсақ, мынау 2020 мен 2023-тің аралығында Қытайдың өзінің ежелден бар, мысалы миллиард халық қой, олар көп халық. Соның ішінде жұмыссыздар армиясының қатарына осы 2020 мен 2023-тің арасында 20 миллион студент қосылып үлгерді. Ойлаңыз, 20 миллион тек қана студенттердің өзі біздің халқымыздың жан санымен тең болып тұр. Сол себепті Қытайда сол осы жақын кезде аққағаз қозғалысы деген үлкен көтеріліс болды, тек студенттерден. Осы визасыз режимнің алдындағы артқы көріністі айтып жатырмын. Қытайдың ішінде болып жатқан жағдайлар. Екіншіден, осы қатаң 2022-дегі карантиннің режимнен тікелей зардап шегушілер өте көп болды. Яғни өте көп адамдар қайтыс болды, зардап шегушілер өте көп болды. Соның өзі 40-50 миллион шамамен адамды құрайды. Оларда да үкіметке өте наразы, сол режимге, сол қолдан жасалған неге олар айта алмағанмен, бірақ өте наразы, сол қоғамның системасына да наразы адамдар көбейді. Яғни одан кейін орта шағын кәсіпорындардың күйреуі, яғни шетел компанияларының Қытайдан бас тартуы себебінен жұмыссыз қалған, күйреген жеке кәсіпкерлер, диқан шаруалар 40-50 миллион шамасында адамдар әзір жұмыс күтіп отыр. Жер жоқ Қытайда. Ол қайту керек, басқа жерге кеңейтіп, басқа жаққа шығып, тың жерлерді ашу керек. Ана иесіз жатқан жер жау шақырады. Біздің жеріміз ең бірінші олардың өмешегі үзіліп, келейін не қылайын деп тұрған ең негізгі оларды тартып тұрған біздің жеріміз. Одан кейін қоғамның төменгі жігі есептелетін нәпақасын күнделікті қара жұмыс арқылы жалданып тауып жүрген жалданбалы құлдар Қытайда өте көп. Яғни күнделікті тапқанын ғана жеп, вокзалда, әндермен жерде қонып ақпа нелер өте көп. Не дейміз? Үй жоқ, басына ақпа қосындар өте көп, адамдар ақпалар жүре береді. Олар кез келген жерге барады, наны тауып жейді, қара жұмыс істейді, ағып жүре береді. Ақпа тіркеуде жоқ адамдар. Олардың өзі 40-50 миллион шамасында болуы мүмкін. Өнен кейін мемлекеттің осы Қытайдың мынау неше түрлі осы қанша жылдан бергі осы солтүстік Корея сияқты жаңағы өте бұғатталған, өте өзін-өзі жаңағы жауып алған, өте жаңағы адамзаттың мәдениетіне қарсы адамзатты құртатын сондай төменгі дәрежеде қалай дейміз, сондай мемлекет болуға қарай кетіп бара жатқанның тағы бір белгісі өте үлкен экономикалық тұлға болғандықтан Қытайдың несі мемлекеттің ішінде де төменгі мемлекеттік органдарда жұмыс жасайтын, еңбек ақысы тоқтатылған, кешіктірілген, азайтылған мемлекеттік қызметкерлер жұмыстан бас тартып, олардың бәрі жеке бизнеске кетіп жатыр. Мысалы, олар шығар жол іздеп жатыр, яғни айлығын ала алмай отыр, нағашын ала алмай, үкімет тарата алмай отыр. Ол айтады ғой, Қытайдың ойбай зарплаты жақсы береді, керемет береді, мағашты, пенсияны жақсы төлейді. Ол тек сыртқа қаратқан саясаты ғана. Мысалы, шетелге кеткен пенсионерлар жақсы төлеп қояды, өйткені сырттағылар мақтайды ғой Қытайда, пенсияны жақсы төлеп жатыр, бұлар керемет халық деп. Бірақ шындап келгенде өз ішінде көптеген адамдарға еңбек ақы бере алмай отыр. Өнен кейін емдеу, қамсыздандыру қаражаты, пенсиясы тартып алынған қарттардың өзі деген неше жүз мыңдаған қарттардың ереуілі толаусыз болып тұрады. Әрбір қаланың өзінен неше жүз мың адам ереуілге шығып тұрады, пенсиясын аламаған Қытайдың қарттары. Сондықтан осыншама үлкен көп адамдардың қайда барады? Енді ол шығару керек сыртқа. Яғни бір қатты шегінен асып сыртқа атылайын деп тұрған қар қазан сияқты Қытай. Оған шығатын жан-жақтан қысымын азайтатын тесік керек. Біз бірінші жолымыз
Орта Азиядағы стратегиялық орнымыз Қазақстан, өздері де солай айтады, өте маңызды. Осы Қазақстан арқылы Орта Азиядағы 5 елді жаулаймыз деп айтады. Мысалы, лагерлерде, біздің лагерь куәгерлеріне сабақ өткен кезде де, олар 2016-2017 лагерьде өткен сабақтардың мазмұнында біз тыңдап көрсек, сол лагерь куәгерлерінің аузынан сол жерде ашық айтады. Мысалы, 2018-ге дейін Шинжаңды ақаусыз етіп шығарып аламыз. Яғни бүкіл Шинжаңды жалпы контролға алып, адамдардың миын жуып, коммунизмге адал, Қытай компартиясын адал етіп жасап алғаннан кейін біз 2023-тен 22-ден бастап дүниеге бет аламыз деп, сол саясатты сол лагердің өзінде біздің лагерь куәгерлерінің миына құйған. Ол да өз алдына бөлек тақырып. Ондағы сабақтар, біз қалай Орта Азияны жаулаймыз, қалай дүниеге бет аламыз, біз қалай жаңағы әлемнің қожасы боламыз. Мына бір жол бір белдеу деген тап-таза сол Қытайдың әлемнің қожасы болу арманын орындаудағы бірінші тетік. Жалпы солай цифрлы технологияменен бақылап басқару системасы қазіргі кезеңдегі ең үлкен қауіпті жағы не деп ойлаймын. Біз жақында осы турасында барынша осы жағынан білетін IT мамандарды шақырып бір конференция өткізуге тырысып жатырмыз. Бұның жалпы мән-жайын халыққа түсіндіру үшін. Сондықтан өзіміз кедейшіліктен тұралап, өзіміз бір жүйелі заң жоқ, халықтың өзі сондай қанша жылдық трагедиядан кейін еңсесін көтере алмай отырғанда біз енді бір алып бір айдағардың аузына түскелі отырмыз да. Сондықтан ол Қытайдың мынау визасыз режимінің шағын ғана бір мысалын айтайын. Мысалы, мынау келіп жатқан 14 күнге келген қарасаңыз барлығы кемпір шалдар, кәрі құртаңдар, туризмменен әрбір жерде аралап жүрген көрініп жүр ғой. Бірақ нақты, мысалы, Алматыдағы бір цемент зауытына келген қытайлармен біздің бір жігіттер сөйлесті. Олар шынын айтпайды, жастаршы. Сонда айтқанына қарағанда, олар 15 күннің өзінде келіп жұмыс істеп үлгеріп кетті цемент зауытқа. Көріңіз. Сонда ол біріншіден мемлекеттің налог төлемейді. Оларды ешкім тексеріп жатқан жоқ. 15 күн істейді де, олар қайта кетеді. Бір мың Қытайға 15 күн істеп кетіп қалады. Ал мына 30 күн ашса, іске асса, одан кейін 180 күн болатын болса, ол жарты өмірі Қазақстанда өтеді қытайлардың. Яғни олар өздерінің жұмыссыздарын Қазақстанға әкеп, еңбек ақысын төлетіп, қайтадан Қытайға ақшаны алып кетіп жатыр. Бізге түк көк тиындық құны жоқ. Шағын ғана мысалы, Алматыдағы цемент зауытының өзіне бір 80 Қытайдың өзі осы Жаркенттен келіп 10 күн істеп қайта кетеді екен да, біраз уақытта қайта кетеді екен. Оны тексерген, ұстап алып кеткен бізде бар ма? Құзырлы орган жоқ. Сондықтан бұл визасыз режим деген тек Қытайға ғана пайдалы дүние болып тұр. Және біздің жоғары биліктің өзінің диктатурасын сақтау үшін Қытаймен бірлесе отырып, халықты басқару системасын осы үлгіге әкеп, бізді одан ары қолдану, бізді одан ары жаншу, яғни тек өздерінің несін сақтап тұрса болды, ары қарай халықпен санаспайды. Біз тек өзіміз ғана осы көбірек айту арқылы, Қытайдың кім екенін айту арқылы, түсіндіру арқылы шырқыр болып жүрген жайымыз осы.